Желтоқсан көшесі Нұр-Сұлтан қаласының Сарыарқа ауданында, қаланың ескі бөлігінде орналасқан. Бұқарбай Батыр көшесінен басталып, Мәскеу көшесінде аяқталады. Абай, Бөгенбай даңғылдарымен қиылысады. Ұзындығы 2360,9 метр. Желтоқсан көтерілісі 1986 жылы 17-18 желтоқсан аралығында Алматыда болған қазақ жастарының КСРО үкіметінің отаршылдық, әміршіл, әкімшіл жүйесіне қарсы наразылық іс-қимылдары, бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы тарихындағы елеулі оқиға болып табылады. Жастар толқуы бейбіт жағдайда Алматы көшелерінде басталды. Мұндай наразылықтар басқа қалаларда да өтті. Наразылықтың басты қозғаушы күші студенттер, жастар болды.